Тұрсынбек Қабатовтың қайнағасы үндеу жасап, масқарасы шықты. Әлеуметтік желіде Тұрсынбектің тоқалының ағасымын деген жігіт үндеу жасады. Бұл туралы Демократ.kz сайты хабарлайды. Мен Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы деп жүрген Айманның ағасымын. Не сұрағыларың келсе, менен сұраңдар. Барлық сұрақтарыңа жауап беруге әзірмін, деп видеосын жариялаған жігітке жұрт дүрсе қоя берді. Қарындасыңа тәрбие бере алмаған сендей ағаны не қылайық? Қарындасың 5 баланы әкесінен айырды. Семьясымен тексіз, тәрбиесіз болып отырғаны көрініп тұр. Ұялмай беттері қалың екен. Елдің алдына шығып, қарындасыңды шашынан сүйреп үйде қамап ұстамайсың ба? Біреудің тым жақсы үйіп отырған семьясын бұзды, көргенсіз қаншық. Басқа еркек құрып қалды ма? Тұрсынбек мөлдір семьясын қайтадан қалпына келтір. Менің сұрағым осы деген сияқты пікірлер жазған жұрт әлгі қайнағаны жерден алып, жерге салуда. Әлеуметтік желіге Тұрсынбектің тоқалының ағасымын. Не білгілерің келсе сұраңдар деп видео жариялаған жігіт жұрттың қатты сынына қалған екен. Өзінше түсіндіру жасап, сұраққа жауап беруге дайын екенін айтқанымен, бұл қадамы халықтың ашуын күшейткен сыңайлы. Пікір қалдырушылар оның видеосын жауапкершілігі жоқ әрекет деп қабылдап, осы жағдайдың ушығуына өздерің себеп болып отырсыңдар деген мазмұндағы пікірлерін қарша боратты. Көпшілік қарындасына тәрбие бере алмаған ағадан не сұраймыз? 5 баласы бар отбасының тыныштығын бұздыңдар. Үй ішіндегі мәселені жария қылмай, халықты араластырмай қоймай ма? Осылайша сынға алған екен. Желі қолданушылары оқиғаның дәл осылай ушыққаны өзара түсініспеуден бұрын туған туыстардың да жарияға жар салуынан екенін айтып, жағдайға сабырмен қарауға шақырған көрінеді.